Менің мысығым 3-ші этаждан құлап, қолын сындырып, оны бір де ветклиника қабылдамай қойды. Жағдайды басына түсіндіретін болсақ, менде Доча есімді мысығым бар. Оны мен 2019 жылы асырап алған. Оны ютубтағы көрермендеріміздің көбі біледі. Барлығымыз үйленіп, үшеуміз бөлек шыққаннан кейін ол қазір ата-анамның қолында тұрады. Барлығымыз оны өте қатты жақсы көреміз. Біздің отбасымыздың бір бөлшегі болып келеді. Сөйтіп әр апта сайын ол өзіне жаңа бір үйде орын тауып алады. Раковинаның ішіне кіріп алады, үстелдің үстінде отырады, компьютердің астына тығылып алады. Және ол үшін өте қатерлі заттардың бірі ол терезенің алдына өзіне осы аптаның топ орнын тауып алды. Осыдан бірнеше күн бұрын мен мамама кіріп шыққам өзім ұлымен, және мысық сол жерде отырды. Балам өз ана жерге қарап, щенячий патрульді тезірек шақырайық, қазір Доча құлайды деп уайымдаған болатын, бірақ бәрімізге бұл үйреншікті сияқты көрінген болатын. Сөйтіп сол күні кешке ол 3-ші этаждан құлап түсті. Мама мен папам бірден маған хабарласты. Доча құлағаннан кейін үйге тез жүгіріп келдім. Оның переноскасын алып келдім. Оның қолы сынып битіп қозғалып жатқанын білген кезде біз уже түсіндік, қазір біз уақытқа қарамай бірден ветклиникаға барамыз деп 24 сағат істейтін клиникаға бардық. Өте қорқынышты, өте аянышты, барлығымыз уайымдап жаттық. Оған рентген жасады 2 рет УЗИ жасады, іш құрылыстары жарылып кетпеді ме деп. Сөйтіп оның қолы сынық болғанын анықтап, келесі күні ветклиникаға барып, сол жерде жатқызып операция жасайды деп айтты. Бірақ операцияның алдын одан бір анализ алып, басқа жануарларға қауіп төндірмейді ме деп тексеру керек болатын. Әлгі тестте 2 полоска шығатын болса, онда ветклиникаға қандай жағдай болса да жатпайды деп айтты. Сөйтіп бұл тесттің результатын біраз күткеннен кейін бұл 2 сызық көрсетті. Енді екінші сызығын айта алмаймын. Әрең көрініп тұрды, даже көрінбей тұрды, бірақ соның өзінде қабылдамай қойды. Түнде ешқандай хирург, ешқандай ортопед болмағаннан кейін келесі күнге дейін обезболивающий салып, оны күтуге тура келді. Өте қатты қиналды. Үйде переноскада жатты осылай. Өте жаман түн өтті Доча үшін. Дегенмен келесі күн таңертең біз басқа ветклиникаға бардық. Ол жерде де бұл анализді алып қабылдамай қойды. Ешқай жерде оны қабылдамаған соң амал жоқтан осы ветклиниканы мамандар оқитын жерде сол жерге барып, сол жерде операция жасауға тура келді. Осы операция, барлық анализдер, рентген, бүкіл барлығын санаған кезде 150-200 мыңға шықты. Әлгі ешкім қабылдамаған инфекцияны емдеу үшін тағы да біраз іс-шаралар, емдеу жолдарын жасайды. Сонымен қатар операцияға келетін болсақ, сүйек 2-ге бөлініп кеткеннен кейін оны сымдармен, арнайы темірлермен қолын бір-біріне жабыстырып қояды сүйектерін, және біраз уақыт емделеді енді біздің мысығымыз. Келесі бөлімде мен Дочаны үйге әкелу сәтін, оны қазір қалай емдеп жатырмыз, жағдай қалай барлығын көрсететін боламын. Сондықтан келесі бөлімді өткізіп алмас үшін міндетті түрде тіркеліңіздер, лайк басыңыздар.